Сәлем достар, бір ғана жұмыртқадан дайындалатын оп-оңай пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, пікір қалдырып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Достар, бір жасағаннан шығатын керемет рецепт, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал ендеше бірге дайындайық. Ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқамызды жарамыз. Содан соң үстінен қантымызды саламыз. Бұл жерде қыздар миксер міндетті қажет те емес. Осылай венчикпен немесе вилкамен араластыруға да болады. Жақсылап қанты ерігенше араластырамыз. Үстінен сұйық майымызды саламыз. Содан соң жылы сүтімізді құямыз. Бір қайтара араластырамыз. Содан соң електен өткізілген, міндетті түрде електен өткізіңіздер. Үстінен қопсытқыш, яғни разрыхлительді саламыз. Осылардың бәрінің мөлшері описание бөлімде жазылған, қыздар. Жақсылап араластырамыз, осындай қоймалжың масса шығады. Содан соң алдын ала печканы қыздырып қоямыз и табамызға саламыз. Осындай қоймалжың масса шығады. 180 градусқа қыздырып қоямыз. 170-180 45 минутта пісіретін боламыз, қыздар. Дайындап көріңіздер, бір жасағынан күшті болып шығады. Міндетті түрде каналға тіркеліп кетіңіздер, қыздар, және де лайк басып, пікір қалдыруды да ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақмарал. Келесі видеоларда кездескенше.